Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін мен өте жұмсақ, сырты кокосовый стружкамен қапталған песочный печенье снежки пісіретін боламын. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз, кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, егер рецепттер ұнап жатса, каналыма қолдау білдіріп қойыңыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Тұзымызды қосып, қант ұнтағын салып, араластырып аламыз. Негізі қант ұнтағының орнына қант қолдансаңыздар да болады. Разрыхлительді салып, аздап араластырып аламыз. Ары қарай қамырымызды илейміз, жұмыртқамызды салатын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқа және бір жұмыртқаның сары уызын ғана салып, илеп аламыз. Негізі бұл печеньені миксермен жасауға да болады, бірақтан мен қолмен жасағанды жөн көрдім. Негізі бұл печеньенің қамырын морозильникте 20 күнге дейін сақтасақ болады. Қалған уақытта шығарып пісіргенге. Қамырымызды илеп болғаннан кейін холодильникке кемінде 1 сағатқа қоямыз. Пищевой пленкаға орап қойдым. Дайын болған қамырымызды алып, осылай қолымызбен видеодағыдай жгут жасап аламыз. Қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Барлығын бөліп алғаннан кейін, егер қамырымыз қолымызға жабысатындай болып жатса, аздап ұн қосып жіберсеңіздер болады. Қамырымызды таразы арқылы өлшеп алдым мен. 24-25 граммнан алдым. Ал сіздер 10, 20, 30 қалаған граммнан алсаңыздар болады. Өлшеп алғаннан кейін қамырымызды қолымызбен дөңгелектер жасайтын боламыз. Осы видеодағыдай барлық қамырды осылай дөңгелектеп шығамыз. Мен бұл печеньені аз көлемде жасадым. Қаласаңыздар описаниядағы құрамды еселеп жасасаңыздар болады, көбірек шығатын болады. Барлығын дөңгелектеп болғаннан кейін противенге қойып шығамыз. Мен пергамент қағазын төседім. Егер жоқ болса, жай май жақсаңыздар да болады. 180 градуста пешімізге 15-20 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей печеньеміз пісіп шықты. Енді глазур дайындайтын боламыз. Глазурымызға қант ұнтағына аздап су қосып араластырамыз. Егер глазурымыз қою болатын болса, аздап су қосып жіберсеңіздер болады. Аздап қызарып піскен печеньемізді бөлме температурасында суытып аламыз. Енді печеньемізді глазурға салып, барлық жеріне тигізіп аунатып аламыз. Одан кейін кокосовый стружкаға аунатып аламыз. Кокосовый стружкаға аунатып алғаннан кейін тарелкамызға қойып шығамыз. 10 минуттай тұру керек, кебу үшін 10 минуттан кейін шайға ұзатсаңыздар да болады. Снежок печеньесі жұмсақ болғандықтан өте тез қатып қалады. Сол үшін беті жабық жерде тұрғаны дұрыс. Осылай барлық печеньелерімізді қайталап шығамыз. Печенье тәбетті ашатындай күшті болып шығады. Өте жұмсақ, өте дәмді, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге Сымбат.